оқу кабинеті және оған жауапты тұлға туралы мәліметтерді көрсету үшін кабинеттер анықтамалығын толтыру қажет. Ол білім берудегі есепке алу бөлімінде анықтамалықтар қойнасында орналасқан. Кестедектерін қарау қамында бұрын жасалған жазбаларды көру үшін ОК бітірмасын басып, содан кейін тізім қойнасына өту керек. Немесе жаңа анықтамалықты жасау үшін жаңа жазба қосу бітірмасын басу керек. Мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады. Әрі қарай кабинеттің нөмірін және оның атауын көрсетуіміз керек. Мысал ретінде химия кабинетін көрсетейік. Келесі қадам оқу тілін таңдау. Ол үшін төмен көрсеткіні пайдаланып, қолжетімді мәндер тізімін ашып, қажетті опцияны таңдаймыз. Тізімде неміс, ағылшын, француз, қазақ, орыс және тағы басқа сияқты әртүрлі оқыту тілдері бар. Мысал үшін маңызды емес мәнін таңдаймыз. Содан кейін білім беру саласы өрісін толтырамыз. Төмен көрсеткіні басып, тізімнен қажетті мәнді таңдаймыз. Қолжетімді нұсқалардың арасында мектепке дейінгі тәрбиеші, бастауыш сынып мұғалімі, биология, химия және басқа да бағыттар болуы мүмкін. Мысалда, химия кабинеті қарастырылғандықтан химия мағынасын таңдаймыз. Осыдан кейін кабинеттің ауданын, мысалы 50 квадраттық метрді және оқу орындарының санын, мысалы 25-ті көрсетеміз. Әрі қарай оқу кабинетін басқарғаны үшін қосымша ақы пайызын енгіземіз. Толтыру аяқталғаннан кейін анықтамалықты сақтаймыз. Ол үшін мәліметтік мәзірді тінтөрінің жақымен басып, сақтау бітірмасын таңдаймыз. Сақталған анықтамалықты кейіннен кабинетті жүргізу туралы бұйрықты ресімдеу кезінде пайдалануға болады.